Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін осындай жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептін назарларыңызға ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен пирогымыздың қамырын жасаймыз. Қамырының жұмсақтығы тікелей ол сары майға байланысты. Сол себепті пирогыңыздың қамыры жұмсақ болсын десеңіз, пампушка және де басқа да маргариндерді пайдаланбай, яғни процентіне қараймыз. Проценті 72%-дан жоғары майларды пайдаланамыз. Менде мысалға закрома майы, яғни жұмыртқаны, қантты, бөлме температурасындағы тұрған сары майды жақсылатып осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Келесі кезекте бізге ұн керек және де қопсытқыш керек. Видеоның описание бөліміне қыздармен барлық құрамдарын жазып қалдырдым. Енді ұн мен қопсытқышты салғаннан кейін жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Пирогтың тағы да бір күшті шығуы міндетті түрде қыздар кәдімгідей ас үй таразының көмегімен барлығын өлшеп салу керек. Сол кезде сіздің пирогыңыз дәл дүкендегідей өте дәмді болып шығады. Мінекей бөлме температурасындағы сары майға енді барлығын салып, осылай араластырамыз. Бізде жұмсақ осындай қамыр шығады. Қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа алып қоямыз. Енді тарыға сүтті құйып, микроволновкаға 1 минутқа салып бұқтыруға алып қоямыз. Одан кейін пирогымыздың салмасын әзірлеп бастаймыз. Бізге 20%-тен жоғары қаймақ керек. Ал егерде қаймақтың бетінде суы тұрса, міндетті түрде суын төгіп тастаймыз. Одан кейін оған 2 жұмыртқаны қосамыз. Және де манағы бүктіріліп тұрған енді тарымызды саламыз, қантты қосамыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, қантты көбірек қосаңыз болады. Ал егерде тарының ішінде қыздар суы көп, яғни сүті көп болып тұрса, онда сүтін міндетті түрде шамалы төгіп тастаймыз. Одан кейін біздің салмамызды қоюлататын міндетті түрде жүгері крахмалын қосамыз. Ал егерде үйде жүгері крахмалы жоқ десеңіз, жүгері крахмалының орнына кәдімгі ұнды да қоссаңыздар болады. Енді бір бағытта осылай барлығын әдемілеп шайқап шығатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кәдімгідей енді дәмі керемет болып шығады. Бұл пирог біздің сүйікті пирогымыздың біріне айналды. Үйдегі бар құраммен жасалады. Әсіресе үйде мен үлкендерді шақырған кезде міндетті түрде осы пирогымды жасайтын боламын. Мінекей массаны бір келкі етіп, әдемілетіп, барлығы араласқанша осылай бір бағытта араластырып аламыз. Одан кейін диаметрі 23, 26, 24 сантиметр болатын формамызға енді қамырымызды әдемілетіп осылай жайып шығатын боламыз. Одан кейін начинкамызды құйып, қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Піскеннен кейін бірден формадан алмаймыз, 1 сағаттай бөлме температурасында суытып аламыз. Одан кейін барып тоңазытқышқа саламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын, жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.